Компаниясының егесі Илон Маск 373 миллион долларға биткоиндарды сатып жіберді. 2021 жылы Илон Маск SpaceX компаниясы биткоин және эфириумды ұстап отырғаны туралы хабарлаған болатын, бірақ нақты қандай суммаға екенін айтқан жоқ. Содан соң оның екінші компаниясы Tesla 1,5 миллиард долларға биткоин сатып алады. Ал 2022 жылдың екінші жартысында олар 936 миллион долларға биткоиндарды сатып жібереді. Маусым айында Илон Маскке адамдар жабылып сотқа арыз берген. Оның себебі Dogecoin'ның монетасының бағасымен манипуляция жасауы. Олардың айтуынша ол бұрынғы Twitter'дің логотипін Dogecoin'ның логотипіне ауыстырып, бағаның өсуін күтіп, содан соң 124 миллион долларға токендерді сатып жіберген. Менің тікелей Илон Маскке қарсылығым жоқ, бірақ сізде инвестициялық портфель құраған кезде